Бәйдібек ауданының тұрғыны бауыр еті баласына бүйрегін берді. Күрделі ота Шымкент қаласындағы нөмірі 1-ші қалалық клиникалық ауруханада жасалды. Науқас бала мен донор әкенің жағдайымен арна тілшісі Кенжехан Дүйсенбі танысып қайтқан еді. Сюжеттен көрейік. Нұрлыбай Мұсабеков 4 баланың әкесі, кенжесі Ержанның 6 жылдан бері қос бүйрегі ауырады екен. Қанша емдетсе де шипа қонбай, ақырында ағзасы істен шыққан. Дәрігерлер Ержанға емнің жалғыз жолы бүйрек трансплантациясы деген. Шыбын жанын шырқыраған құлынның қайғысына шыдамаған әке баласына бүйрегін беріп отыр. Денсаулығым Құдайға шүкір жақсы. Мына бірінші аурухананың врачтарына рахмет. Құда қаласа балам да жақсы, жаман емес. Қанша дегенмен қорқыныш болды, қазір жақсымыз. Ержан бұл отаға дейін талай азапты көрген, денесі күннен күнге ісініп, зәр шықпай қалған, Астана Алматыға барып емделіп, нәтиже болмаған, ақырында жасанды бүйрек аппаратына тәуелді болыпты. Қазір қиын күндер артта қалып, Ержан өмірге қайта келгендей. Арнайы тексеруден кейін біздің бөлімшеге жоспарлы түрде жатқызылды. Донор реципиенттің әкесі генетикалық және басқа да тексерулер бойынша сәйкестік анықталғаннан кейін операцияға жатқызылды. Операция сәтті өткізілді. Қазір шүкір диализден құтылып, почкамды ауыстырып, әйтеуір адам қатарынан қосылғаныма әкеме рахмет, екінші өмір сыйлап, дүниеге қайттан әкелген сияқты болды, сөзін шыны керек. Қазір енді шүкір Аллаға, давлением мүлдем жоғарыламайды, давлениесін дәрісін ішпеймін. Бәрі нормада, бәрі қалыпта. Бұл трансплантология орталығында бүйрекке жасалған 230-шы ота нөмір 1-ші қалалық аурухананың білікті дәрігерлері 2013 жылдан бері күрделі ота жасап келеді. Осы уақытқа дейін 32 науқастың бауырын алмастыру операциясында жасаған. Кенжехан Дүйсенбі, Әлі Мәлік, Алмаз Данабекұлы, жаңалықтар.